Жыл басы кімніңдір шаңырағына жаңа мейман алып келді. Және кімніңдір лауазымы көтерілді. Мемлекетімізде болса, жыл басы қош хабарлар менен басыланды. Ассалаумағалейкум, еліміздегі жаңалықтарды жарытып барушы бұл Қош хабар каналы һәм бізде 2026 жылдың дәслепкі хаптелік дайджесті. Тәжік-қырғыз шекараларындағы келіспеушілікті тоқтатуда Шавкет Мирзиёевтің тәсірі үлкен. Бұл пікірді Қырғызстан президенті Садыр Жапаров өзінің интервьюсында айтып өтті. Алын жібегеніне дағы мен айтып қойшым керек, сөзсіз түрде Шавкат Мирзиёевтің дағы емгегі бар, зор. Ал кишиге айтып атып, мына чече тұрған киши келіп отырады, бияқта чечіп ал эми. Кейін дағы қандай болот, қандай билесиң, эми уступкага баргын эми деп атып анан жибитип макул кылып анан ошентип отуруп анан кейін чечіп алдық. Қырғызстан сыртқы істер министрі болса, Шавкет Мирзиёевтан цитата келтірген. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев тағы өзі мындай активті, мұшы Борбордук Азияны жақындаталы деген лидерлердің бірі де. Ошондуктан ал дайым айтып жүрдү да. Кыргыздар мен тажиктер силер келишкиле, силер мындай бу чегарадагы мындай конфликтти токтоткула. Эгерде силерде конфликт боло берсе, бизге эч кандай инвестор келбейт, эч кандай турист келбейт. Өзбекстанда нефт базасында жұмыс істейтін орташа айлығы 10 миллион сом болады. Бұл жаңалық Өзбек нефтгаз акционерлік жамиеті басқармасы басшылығы Абдығаны Сангиев қатынасуында өткерілген мәжілісте айтып өтілді. Бұның үшін бір қатар кереклі лажлар әмелге асырылуы бойынша жауапкерлерге көрсетпелер берілді. Аймақлық электр тармақларына қызмет автотранспортлар тапсырылды. Мемлекетімізде халықты электр энергиясы менен турақлы тәмінлеу, электр таминаты карханаларының жұмыс нәтижелігін арттыру һәм қызмет көрсету сапасын жақсылауға айрықша ітібар қаратылмақта. Сондай-ақ тарауда жұмыс алып барып атырған қызметкерлердің заманауи техника һәм транспорт құралдары менен тәмінлеу жұмыслары ізбез давам етпекте. Осы мунасабатпенен Нөкөс қаласында аймақлық электр тармақлары акционерлік жамиеті Қарақалпақстан аймақлық филиалы үшін сатып алынған қызмет автотранспорт құралдары тапсыру мәресімі болып өтті. Модуллы интеллектуал есаплау орайы жойбар шеңберінде қытайлы инвесторлар менен ұшырасу өткерілді. Мемлекетімізде улума бағасы 3,5 миллиард ақш доллары муғдарында модуллы интеллектуаллық есаплау орайы құру бойынша харекетлер режесіне қол қойылған болып, бұл жойбар екі басқышта әмелге асырылуы белгіленген. Осы құжетте назерде тұтылған вазипалардың орынлануын тәмінлеу мақсатында жойбар шеңберінде кезектегі ұшырасу болып өтті. Еслетіп өту орынлы, бұл орайдың құрылыс орны Тақияташ районы болып, модуллы интеллектуаллық есаплау орайы 300 мегаватт қуатлыққа ие болады. Құмуға жаңа ректор тағайындалды. Бердияр Жолымбеков Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті ректоры лауазымына тағайындалды. Ол тағайындауға шекем Қарақалпақстан ауыл қожалығы һәм агротехнологиялар институты ректоры лауазымында жұмыс алып барған. 2026 жылдың дәслепкі хаптеу жұмағы осындай хабарлар менен жұмақланды. Келесі хаптеу біз ұшында, сіз ұшында хош хабарларға толы болсын.